Блогер Ырысбала Икрамбайға желі арқылы сұрақ қойғым келеді. Өйткені ол кісі мен блоктап тастаған, және де менеджерлары да ешқандай жауап бермейді. Не туралы сұрақ десеңіз, маған көптеген хаттар келіп жатыр. Мысалға, сіз 2021 мен 24 жыл аралығында елден өз Каспи голдыңызға ақша жинап, жаңағы мұқтаж жандарға үй тараттыңыз. Сол себепті сіз берген үйлер мұқтаж жанға берілді ма? Мұқтаж емес сіздің алыс жақын туысыңызға берілді ма? Өйткені сіз таратқан үйлердегі мұқтаж жандарды танып, маған көптеген хаттар келіп жатыр. Сол кісілердің көршілері жазып жатыр. Диана, негізі осы кісі мұқтаж жан емес, өзінің үйі бар еді, не себепті ол кісіге үй берді деген сияқты көптеген сұрақтар бар. Ол сұраққа жауап бергіңіз келсе, маған хабарлассаңыз болады. Мен сізге хаттың барлығын көрсете аламын. Ең басты сұрақ менде мынандай болып тұр. Және де осы сіз берген үйлердің арасында Сарыкемер ауылындағы үй туралы мынандай жақсы сұрақ келді маған. Сол Сарыкемердегі үйді бір біздің атақты әншінің туысы берді дейді. Сол рас па? Және де сол туысы берсе, сіз бірақ ол үйге жылу жинапсыз ары қарай. Сол үйдің ақшасы қайда кетті, қаражаты? Және де заң бойынша қайырымдылық қорлар сайт ашып, сайтқа бүкіл мәліметті жариялап отыру керек, онлайн түрде болсын. Енді осындай көптеген сұрақтар туындап жатыр, маған жазып жатыр. Енді сіз қай бір сторисіңізде айтыпсыз, маған 1,5 миллион аудиториясы жоқ адамдар сұрақ қоймаңдар деп. Онда сізге сұрақ қоймайтын болсақ, мен органдарға, сонымен қатар прокуратураға сұрақ қояйыншы. Біздің блогерлар өз Каспи голдын бақырайтып қойып, елден ақша жинауы қаншалықты дұрыс, заңды ма? Және де сол ақшаны елден жинағаннан кейін, халықтан, қазақ елінен, мен ешкімге есеп беруге міндетті емеспін дегені дұрыс па? Не себепті онда біздің блогерлар халықтан ақша жинайды, егер оның есебін көрсете алмаса? Бір үйге қанша ақша түсті, қандай қаражат түсті, және де ол үйді алған адам шынымен мұқтаж ба? Оның документін қай жерде көрсетті? Біз мысалы көрген жоқпыз. Бірақ барлығымыз бір елдей болып, осы кісінің Каспи голдына ақша жинап бердік. Енді келген кезде 1,5 миллион аудиториясы жоқ адам маған сұрақ қоймасын деп отыр. Онда сұрақты прокуратура қойсын, органдар қойсын, АФМ қойсын. Егер осы мен қойып отқан сұрақтар дұрыс деп есептесеңіз, осы рилстың астына прокуратура, АФМ және де қандай органдар бар, соны белгілеп кетіңіз. Және есепті талап етсеңіз, Ырысбала Икрамбай есепті көрсетсін деп жазып кетіңіз. Жалпы көп нәрсені түсіне бермейміз, көп нәрсені саналы түрде ұғына бермейміз, көп нәрсеге сауатымыз жетпейді. Бірақ біз білмейтін махинациялар өте көп екен да. Біздің әлі санамыз өсек пен төсекте ғой. Мысалы, бұрын қор дүрілдеп жұмыс істеп тұрған кезде бүйтеді 3-4 компания маған шығады да, қайырымдылық қорға 50 миллион аударады екен. Сөйтіп оның 5 миллион маған қалдырады екен да, 45 миллион мен наличка шешіп беру керек екен, олардың қолдарына беру керек. Олар өз тарапынан налог төлемеу үшін сондай қайырымдылық қорға көмектестік, мұқтаж жандарға көмектестік дейді екен да. Мысалы, оны мен сол адам айтқан кезде бірақ біліп отырмын да. Оказывается, қазір көп қорлар сондай мемлекеттік болсын, жеке болсын, осындай кәсіппен айналысатындармен сөйтіп отмывка денег жасайды екен да. Мысалы, сол білесіздер ма сіздер? Білмейсіздер мысалы. Сол сияқты білмейтін нәрсеміз көп қой. Көзіміз ашық, көкірегіміз ояу адамбыз ғой, иә. Алдыңғы бір рилстарында бұл кісі, білмеймін, тиктокта әйтеуір маған шығады андасында. Тикток өзінікі ма, өзінікі емес па, әйтеуір өзі айтып жатыр. Үкімет жынды емес, үкімет бәрімізді қадағалап отыр, барлығымызды тексеріп отыр, ешкімді алдап жүрген жоқ деді. Сөйтіп келіп, енді мынандай айтып жатыр. Негізі адам андай өтірік демей ақ қойыншы. Когда попа горит дейді ғой, грубо говоря, өзі не айтып не қойғанын білмей қалады. Мына вариантты да көреді, мына вариантты да көреді, барлығын айтып көреді ғой енді халыққа, енді жақсы көріну үшін. Одан бөлек мен айтайын дегенім мынандай да, білмеймін, менде ғана сондай ма, или сіздерде де сондай ма? Бір чуйка болады адамды, или біреу сіздердің беттеріңізге қарап, өтірік күліп, бетіп, ой, қалайсың, мә, осы сен күштісің, анау-мынау деп өтірік комплимент айтып, болмаса бір өтірік әңгіме айтып тұрған кезде түріне қарайсың да, күлесің да, бірақ сезіп тұрсың да, өтірік екенін ше. Енді доказательство ештеңкең жоқ.
просто сезесің да өтірік айтып тұрған. Бұл алдыңғы видеоларында сөйлеген кезде бүйтіп нық сөйлеп, бүйтіп күшті сөйлейді да, андай айтып тастайды. И сеніп қаласың да. Мына видеода бүйтіп андай, білмеймін, өтірік секілді маған. Сіздерге қалай?